Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын жұмсақ әп-әдемі балалар сүйіп жейтін панкейкті үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Қантымызды салып жақсылап араластырамыз. 1 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше. Содан соң ерітілген сары майымызды құйып араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді қопсытқышты ұнға салып, араластырып, аз-аздан ұнымызды салып, араластырып, қамырын дайындап аламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз, түйіршіктер болмауы қажет. Енді қызып тұрған табамызға осылай бір-бір қасықтан салып, пісіріп аламыз. Құлақтарын мен шприцке кішкене қамыр тартып алып, осылай құлақ жасаймын. Құлақ жасамайда осылай домалақ етіп пісіріп алсаңыздар да болады. Мен балалар қызығып жесін деп осылай әдемілеп шығамын. Мінеки пісіріп алдық. Енді арасына осылай бір қасық вареный сгущенканы жағып, бір-бірімен біріктіріп шығамыз. Бәрін біріктіріп шықтық. Енді вареный сгущенканы шприцке тартып алып, осылай көз, ерін жасап шығамыз. Міне бәрін жасап шықтық. Осылай әп-әдемі сүп-сүйкімді қонжықтар дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.